Бавария клубы Осимхенді алу ойларынан айнып қалған. Ди Мария Барселонаға ауысуы мүмкін. Ла Лигада ойнайтын 20 жастағы талантты ойыншыға біршама топ клубтар таласа қызығуда. Осы және өзге де қызыққа толы жаңалықтар біздің бүгінгі видеода. Әрбір жаңадан тіркелген көрермендеріміз және де бізге қолдау танытып жатқан жазылушыларымызға үлкен алғыс білдіреміз. Келесі видео шыққанға дейін 1000 лайк санын жинап тастайық. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз өте маңызды. Жаңа көрермендерімізден сұрайтынымыз біздің арнаға жазылып, қоңырау түймешесін басып қоюда ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Мюнхендік Бавария Арсеналдың украиналық әмбебап футболшысы Александр Зинченкоға қызығушылық білдіруде, деп мәлімдеуде La Gazzetta dello Sport баспасы. Баспаның ақпараты бойынша немістік клуб Зинченко үшін 30 миллион еуроны және өздерінің ойыншыларының бірін ұсынуға әзір. Канонерліктер болса футболшының құнын 45 миллион еуроға бағалауда. Бавариядан өзге украиналық ойыншыға Милан және Интер клубтары да қызығуда. Зинченконың Арсеналмен келісім мерзімі 2026 жылдың жазына дейін негізделген. Чемпиондар лигасының жартылай финалының шешуші жауапты ойыны қарсаңында Интер командасы Миланды 1-0 есебімен жеңіп, қос ойынның қорытындысы бойынша олар финалға өтті. Нерадзуриліктерге Лаутаро Мартинестің соққан жалғыз голы жеңіс әкелді. Кәрі құрлықтың ең престижді турнирінің финалына Интер осымен тарихта 6-шы рет шығып отыр. Соңғы рет, яғни 2010 жылы финалға шыққанда олар турнирде топ жарған болатын. Интердің финалдағы қарсыласы бүгін түнде анықталмақ. Лондондық Челси Атлетикодан жалға алған португалдық шабуылшы Жоау Феликсті Атлетикодан өздеріне толыққанды түрде алғылары келеді. Осы жөнінде Evening Standard баспасы мәлімдеуде. Мәліметтерге сүйенсек, ағылшындық клуб футболшы үшін Марк Кукурелья мен Пьер-Эмерик Обамянгты ұсынып, сонымен қоса үстінен қосымша ақшаны төлеуге әзір. Мадридтіктер Феликсті шамамен 100 миллион еуроға бағалайды. Дегенмен олар аристократтықтардан бұл ұсынысына келісулері әбден мүмкін. Манчестер Юнайтед клубы Ювентустың жартылай қорғаушысы Адриан Рабиоға қызығушылық танытуда, деп хабарлайды Елеки баспасы. Деректерге сүйенсек, ағылшындық клубтың бас бапкері Эрик Тен Хаг ойыншымен алдын ала келіссөздер жүргізіп көргендей екен. Туриндік ұжыммен келісім шарты алдағы жазда аяқталатын ойыншыны манкуниандықтар су тегінге алулары ықтимал. Ағымдағы маусымда 43 матчқа қатысқан Рабио 11 гол және 4 голдық пасты еншілеген. Челсидің жаңа бас жаттықтырушысы атанатын Маурисио Почеттино Лондонда клубтың басшыларынан жартылай қорғаушы Мейсон Маунтты командада сақтап қалуларын сұрауда. Осы жайында CBS Sports Golazo баспасының тілшісі Бен Джейкобс хабарлауда. Мәліметтерге сәйкес аргентиналық маман ағылшындық ойыншыға сенім артады. Осының алдында мәлімденгендей, аристократтық ұжым футболшымен келісімнің ұзартуы бойынша әлі де ортақ келісімге келе алатын емес. Мейсон Маунтқа Арсенал, Бавария, Манчестер Юнайтед, сондай-ақ Манчестер Сити клубтары қызығушылық танытуда. Челси клубы жуық арада қақпашы Эдуард Мендимен қош айтысулары мүмкін. Инсайдер Фабрици романының ақпаратына сәйкес, Лондонда клуб егерде жақсы ұсыныс келіп түсетін болса, онда олар голкиперді жіберуге әзір. Эдуард Мендидің өзінің клуб сапындағы жағдайына көңілі толатын емес. Ұсынылған жаңа келісім шарт, сондай ойындарға көп қатыса бермейтіні қақпашыны қапаландырады. Еске салып өтсек, Эдуард Менди Челси сапындағы өзінің алғашқы маусымында команданың басты негізгі қақпашысы болған еді. ПСЖ клубы жартылай қорғаушы Марко Вераттиді сатып жіберуге дайын, деп мәлімдеуде Le Parisien баспасы. Париждіктерде ойыншының көрсеткіштері және оның алаңнан тыс жердегі тәртібі қапаландырған. Франция чемпиондары итальяндық футболшының профессионалдық деңгейі төмендеп барады деп есептейді. Ағымдағы маусымда 35 матчқа қатысқан Вератти 1 голдық пасты ғана еншілеген. Ойыншының клубпен келісімі әлі де 3 жылға дейін жарамды. Дегенмен соңғы жаңалықтарға сәйкес париждіктер ойыншымен жуық арада қош айтысу жағын қарастыруда. Арсенал клубы қақпашы Аарон Ремстейлмен келісім шартта ұзартқылары келуде, деп хабарлайды ESPN баспасы.
Ақпараттарға сәйкес канонерліктер голкипердің жалақысын айтарлықтай арттыруды жоспарлауда. Айтып өтсек, Ремстейл Арсеналға 2021 жылы Шеффилд командасынан ауысқан болатын. Трансфердің құны 28 миллион еуроны құраған еді. Бұл маусымда 39 ойынға қатысқан голкипер 45 голды жіберіп алған. Бавария клубы неаполитандық Наполидің шабуылшысы Виктор Осимхенді алу ойларынан айнып қалған. Осы жөнде тілші Флориан Плеттенберг мәлімдеуде. Деректерге сүйенсек, Мюнхендік ұжым негізінен футболшы үшін 100 миллион еуроны төлеуге дайын болған. Дегенмен итальяндықтар Осимхенді одан да қымбатқа бағалайды. Осы маусымда 36 ойынға қатысқан шабуылшы 28 голды соғып, және 5 нәтижелі пас жасап көзге түскен. Ювентустың жартылай қорғаушысы Анхель Ди Мария командасын ауыстыруға жақын. Tutto Sport басылымы хабарлағандай, тәжірибелі футболшы мансабын Испания чемпионатында жалғастыруы ықтимал. Ойыншыға Барселона клубының қызығушылығы бар. Ди Марияның итальяндық ұжыммен келісім шарты осы маусымның соңында аяқталады. Ағымдағы маусымда жартылай қорғаушы 22 матчтың қатысушысы болған. Мадридтік Реал клубы Сельтаның талантты футболшысы Габриэль Вейгаға қызығушылық білдіруде, деп хабарлайды Коп баспасы. Бұл 20 жастағы ойыншының құны 40 миллион еуроға бағалануда. Ағымдағы маусымда Ла Лигада 9 голды соғып, 4 голды пас жасап көзге түскен ойыншыға басқа да көптеген командалар қызығушылық танытуда. Соның қатарында Ливерпуль, Барселона, Манчестер Сити және Манчестер Юнайтед командалары бар. Жас ойыншының жеке өзі Реалдан сапына ауысуды қалауда. Және ол Реалға ауысып бір маусым бойы тәжірибе жинақтап, басқа команданың сапында жалда ойнай тұруға келісуге дайын делінуде. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.